Қайырлы күн, студенттер. Мен Тасимова Ләззат Түсіпқалиқызы. Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысымын. Бүгін бізде жаңа сабақ. Сабақты бастамас бұрын суретке назар аударсақ. Алдымызда сурет берілген. Бүгінгі тақырып не жөнінде болмақ? Әрине, экологиялық мәдениет және тыйым сөздер. Сабаққа негізделген оқу мақсаты: мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жазу. Жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіру. Пікірталас түрлерінде өз ойын сенімді және еркін жеткізу. Бағалау критерийлері: мәтінді тыңдап түсінеді, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жазады, тезис бойынша мәтіннің мазмұнын жеткізеді, пікірталасқа түсіп, өз ойын сенімді жеткізеді. Ұйымдастыру кезеңінде мәтінге түспес бұрын мәтін алды жұмыс жүргіземіз. Бүгінгі жаңа сөздер алдарыңызда, дәптерге жазып қоямыз. Сабақ басында оқулықпен жұмыс әрине. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдайды, түртіп алу әдісі бойынша қысқаша тезис жазады. Жазған тезистері бойынша мәтінді түсіндіреді. Алдарыңызда QR код бойынша берілген аудиомәтін және ол жүргізіледі. Кез келген саналы қоғам нақты заңдылықтарға, белгілі бір тәртіп ережелерге бағынады. Ғасырлар бойы қалыптасатын ережелер салт дәстүрде, наным-сенім, моральдық, этикалық, құқықтық нормаларда көрініс тауып отырады. Тыйымдар әлеуметтік ортаға зардап әкелмеуге, табиғат анаға нұқсан келтірмеуге шақырады. Сол арқылы қоғамда ізгілікті қатынастардың орнауына қызмет етеді. Тыйымның негізінде халықтың наным-сенімі жатады. Әр қоғамдағы салт дәстүр, дін, заңның, яғни кең мағынасында мәдениеттің негізі тыйым сөздер арқылы қалыптасады. Әрине, мәдениеттің негізі тыйым сөздер арқылы қалыптасады. Бұндағы ескерілетін дескрипторлар: мәтінді тыңдап түсіну, негізгі идеяларды тезистеп жазып, жазған тезистері бойынша мәтін мазмұнын студенттер баяндап шығады. Одан соң оқулық бойынша бірнеше тапсырмалар орындалады. Алдарыңызда мен қазір оқулықты демонстрация жасаймын. Бұл бізде жазылым тапсырмалары, суретте берілген табиғат құбылыстарына қатысты тыйым сөздерді тауып жазу. Одан соң жаңағы аудиомәтінге сүйеніп, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазу. Және айтылым тапсырмалары да орындалады. Онымен қоса мәтіндегі негізгі қосымша ақпараттарды ажыратып, тыйым сөздердің жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы туралы өз ойын дәлелдейді. Одан соң жазылым тапсырмалары тағы да диаграмма, екі жағына табиғатқа қатысты мақал-мәтелдер мен тыйым сөздерді жазу. Яғни бұлардың барлығы онлайн және офлайн режимінде орындалады. Ары қарай онымен қоса Padlet тақтасын пайдалана отырып, топтық жоба қорғайды. Топты Zoom бойынша 3 секциялық залға бөлемін. Бірінші топ тыйым сөздерді жазады, екінші топ экологиялық мәдениет және үшінші топ экологиялық проблемалар. Бұндағы ескерілетін негізгі дескрипторларымыз пікірталасқа түседі, өз ойларын сенімді жеткізеді. Ендеше Padlet тақтасына өтсек, бұл міне
Мысал ретінде бірінші топқа тыйым сөздер жазу берілді. Олар былайша орындалуы мүмкін. Суға түкірме, түнде суға барма деген сияқты. Немесе екінші топта дәл осылай өз экологиялық мәдениет дегеніміз қалай, сол жөнінде жаңа түсінгендерін, мәтін бойынша түсінгендерін жазады. Немесе қазіргі күндегі үшінші топ экологиялық проблемалар дегеніміз не? Жалпы мемлекетімізде немесе өзіміздің өмірімізде қандай экологиялық проблемалар туындап жатыр? Осы жөнінде деңгейлік тапсырмаларды орындайды. Одан соң QSIS бағалауға арналған онлайн сервисі бойынша сабақты бекіту мақсатында сабақ соңында осы платформаны қолдануға болады. Яғни бұл балдық жүйе береді. Қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы, зат есімді табыңыз. Білім, оқу, қорғау, сөйлеу. Әрине білім. Келесі. Балдық жүйе беріп жатыр бізге. Өлең не туралы айтылған, мысалы, оқулықта берілген бойынша. Экология. Осылай бірнеше сұрақтар беруге болады. Сабақ соңында әрине бағдаршам әдісі бойынша студенттер өзін өзі бағалайды. Ештеңеге түсінбедім, жартылай түсіндім сияқты түстер бойынша өздері өздерін бағалап шығады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.